Қайырлы күн, Шеф Астана каналына қош келдіңіздер. Тағы да бір айта кетейін, міндетті түрде осы каналға жазылып қойсаңыздар, сіздер келесі жаңа рецептпен таныс боласыздар. Ал қазір біз сіздердің өздеріңіздің көптен күтіп жүрген сүйікті бауырсағымызды жасайтын боламыз. Бұл президент бауырсағын жасау үшін әрине міндетті түрде қазір біз сіздермен бірге жылы су аламыз. Енді бір қасық дрожжин саламыз және бір қасық қант саламыз. Ал мінекей өзіміздің қасиетті сөзіміз бар, бісміллә деген. Бісмілләмізді айтып, біз енді сіздермен бірге жаңағы біздің дайындап алған қамырымызды илейміз. Қасық, үлкен қасықпен бір қасық кәдімгі сұйық май қосамыз. Ал қыздар, өздеріңіз көріп байқап отқандай, нанды илеп қойдық. Енді не істейміз? Қақпағын жабамыз. 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей өздеріңіз көріп байқап отырғандай, біздің нанымыз көтерілді. 2 қайтарып жібердік, е. 2 қайтарып болғаннан кейін енді мінекей ұнымызды жайып, мінекей салып, бұны жаймен, осылай бағымен үстінен жаймен келтіреміз. Сосын одан кейін не істейміз? Мына астыңғы жағын аударып саламыз. Түсінікті ғой, бізде не істеп тұр? Мынау ұнымыз бізде жайып алдық. Арнайы өзіміздің темірімізбен басып шықтық. Темірді көріп тұрсаңыздар, мінекей қолға батпайды, өте әдемі осылай кесіп шығады. Енді осының көтерілгенін күтеміз. Көтерілгенін күту үшін бізге ары кеткенде 7-10 минут уақыт береміз. Біз байқап отырғандай, бауырсақтың астына міндетті түрде осындай қағазды салып қоямыз. Бұл қағаз бізде бауырсақтың майын сорып алады. Ал енді біздің майымыз қызды. Бісміллә деп бауырсағымызды сала берейік. Ал қанымдар, мінекей сіздермен бірге әдемі бауырсақты балдай дәмді бауырсақты дайындап болдық. Міндетті түрде комментарийға келесі қандай рецепті күтетініңізді жазып кетіңіз.